сізден бір айтайын деген, неге баланы кішкене қадағаламайсыздар осы үйде? Апай қадағалап жатырмын ғой, Қадиша апай, не болды? Ойбай, дым үйге үй тапсырмасын орында. Үй тапсырмасын орында деп жас жерем өмір орындамайсыздар ғой? Ойбай, менің дым уақытым жоқ, таңнан кешке дейін жұмыстамын. Ойбай, жастыққа басым тет біт сілейіп қатам мен. Дым уақытым жоқ. Ой, жоқ, енді адам деген кішкене балаға қарау керек. Бала деген енді болашағыңыз ғой өзіңіздің, енді бүйтіп Жоқ енді. Қарап жатырмын, бүйтіп қарап жатырмын. Көңілім бәрін бөліп жатырмын сол балаға апып. Шын айтам, Қадиша апай. Білмеймін, көңіліңіздің бөліп жатқанын көрмедім бар ғой. Ана бала дым сабақ оқымайды. Кімге тартқанын білмеймін, неге бұл бала осындай болды? Бұзық бар ғой, бұзық, тыңдамайды мені. Сіз әбден күйіп кетіпсіз, нервіңіз қамапты ғой. Мұғалімдердің бар ғой, кішкене бір құндылығын арттырып қоюымыз керек, өзімізден де бар. Енді бұл бұзық болғанда әкесі сондай, әкесі де менің қанымды ішеді. Әй Ахметов, нәскеңді ал. Әй Ахметов, былай жүр, Ахметов, тамағыңды туалетке бар, Ахметов, осылай менікі де. Ойбай, үйде сөйтесіз ба? Сөйтем? Мен мектепте сөйтем ғой. Ахметов отыр, Ахметов жаз, Ахметов тақтаға шықты. Жаным, мен сияқты екенсіз, Қадиша апай.